өстіп көлбай кереңмен сөйлесе жүріп қоғалы бұлаққа қалай жеткенімізді де аңғармай қалыппыз. Анау кездегі қыдырман тойдық пен зибаш жегің келгендегі маяның орындары да тықырланған екен. Қоғалы бұлаққа таяу біздің шошақтың бір жағасында қатарластыра салынған 3 мая болатын. Соның да біреуі бітіп, екіншісі орталана бастапты. Сол орталанған маяға кеп көлбай керең өгіздерін басын тіреді. Өгіз байқұстар шөптің қарасы көрінгеннен жүрістері ширап, алға қарай ентелей ұмтылып келе жатқан. Маяға жете бере жандармен пысылдатып, тұмсықтарымен кіріп кете жаздап тоқтады. Біз Петька екеуміз әрі қарай біздің шошаққа қарай өте бергенбіз. Шанасынан түскен көлбай керең тоқтай тұрыңдар дегенде ишара жасады. Одан соң үстіндегі қалың тонын шешіп тастап, желбегеленіп алды да: «Ей, Манар, сен өзің ақырындап шанаңа шөп тией бер», деді дауыстап. Одан бізге: «Сен екеуің бер жүріңдер», деп қолын бұлғап бұлақтың жоғарғы жағындағы қожыр-қожыр жартастарды меңзеді. «Анау араға кеше мен тұзақ құрып кеткем, соны барып көрелік», деп қорбаңдай басып алға түсті. «Егер де кекілік түссе, сендерге сыйға берем», деді. Біз Петька екеуміз сөзге келместен шанамызды әлгі араға тастай салдық та көлбай кереңнің соңынан ере жөнелдік. Бірде қатқақ, бірде ойдым қардың бетінде соқамен жыртқандай жалғыз аяқ салған жол жатыр. Бұл кеше тұзақ құруға барған көлбай кереңнің ізі екені көрініп тұр. Өзі сол ізімен алдымызға түсіп, аппақ кезден ұлтарған дәу қара пимасымен әлгі жолды жапыра тегістеп келеді. Бұйыртса бүгін кешкісін кекіліктің сорпасын ішіп, бір қарық болып қалыңдаршы, деп қояды бізге бұрыла сөйлеп. Кекіліктің сорпасы деген шіркін дәмді ғой. Осыны естігенде Петька екеумізден мүлде ес қалмады. Соғыс жылдары біздің ауылда кекілік аулауға үлкен кәсіп болды. Кекілікті қайда жайылып келетінін, тұзақ құрып сорпа суын сонымен айыратын. Міне, осындай кекілік ұстағыш үлкендердің бірі осы көлбай керең еді. Мұның үйінде болып кекіліктің етін жеп сорпасын ішкен көрші көлемдердің балалары тамсана отырып әңгімелеген кездерінде сілекейіміз шұбыратын. Енді міне, сол кекілік аулағыш көлбай кереңнің өзі тұзақ құрған жеріне келіп сыйға беремін деп тұрса, қалай ес болсын. Тұзаққа түскен кекілікті бас салып өз қолыңмен ұстағаннан өткен не қызық. Петька екеуміз бір-бірімізге қарап жымыңдап қоямыз. Бұл бір тамаша күтпеген жағдай болды. Көлбай керең маладес деп қоямыз. Көлбай керең өзін біздің мақтап келе жатқанымызды әрине естімейді. Сондықтан да ол бізге өзінше сөйлеп келеді. «Екеуіңнің жолдарың қандай болатынын қазір көреміз енді», дейді бізге бұрылып қойып. «Егер тұзаққа кекілік түссе, ауыздарының салымы бар болғаны. Түспесе, екеуің де қу табан аяқ-қу болғандарың», деп қояды. «Онда екеуіңді де қамшының астына аламын», деп бір күліп алды. «Вообще-то менің аузым салынды», деді Петька. Мен де өзімнің мұндай жолымның болғаштығын айттым. Қожыр-қожыр жартастардан күнге жағаққасын ерекше жайма шуақтанып бусанып жатыр екен. Бетімізге кәдімгі көктемнің жылы лебі ескендей болды. Жақындай бергенімізде жартастың етегіндегі сабан шашылған тұстан жыпырлаған кекіліктің біразы шықылықтап, жартастың қуыс-қуыстарына өрмелей қашып, біразы еңіске қарай барылдасып ұшып азан-қазан болды. Сабанның үстінде далп-далп етіп қанаттарын сабалап, ұша алмай аласұрып қалған кекіліктер де көрінді. «Әне, түсіпті, ал жүгіріңдер», деді. Петька екеуміз тіпті ес қалған жоқ. Жолымыздағы тастар мен бұта бөргектерге қарамастан қабына жүгірдік. Мұндай қызықты кім көрген? Көз алдымызда тұзаққа түскен кекіліктердің жан ұшыра бұлқынғаны керемет еді. Тұзақты быт-шыт үзіп кетер ме екен деп, қашан жеткенше дегбіріміз қалмады. Қанатымен жер сабалап жатқан шеткі кекіліктің үстіне кеп
бауырыма баса құладым да мыжып өлтіріп алмайын дегенмей қанатынан қыса ұстадым. Жан дәрменмен тыпырлап аласұрған кішкене құстың жұп-жұмсақ жып-жылы бауырына қолым тигенде дірілдеп кеттім. Жұмсақтығы сондай, қысып жіберсем өліп қалатындай көрінді. Сондықтан да бір қолыммен абайлап қана тұзаққа ілінген аяғын босата бастадым. Тыпырлаған кекілікті қыл тұзақтан босату да оңай емес екен. Тұзақтың ілгегі сәл босай бастаған кезде кекілік бұлқынып қалса болды, қайта түйіліп қалады. Ал тұзақ қайта түйілген кезде шырпыдай ғана жіңішке нәзік тұяғымен қиылып кете жаздайды. Байғұс-ау, шыдаңдаршы, мен сені босатып алғанымда отырғаным ғой, мынау буындарың қыл тұзаққа деймін жаным шығып. Оны кекілік ұқсын ба? Шиеленісіне түйілген тұзақты ақырындап босата бастағаным сол еді, тағы да бір бұлқынды. Тұзақ қайта түйіліп қалды. Қойшы, әйтеуір терлеп-тепшіп отырып әзер дегенде босатып алдым-ау. Бұл кезде Петька да бір кекілікті босатып алып, қос қолдап бауырына қысып, есі шыға қуанып отыр екен. Көлбай керең болса біздің әрекетімізге қызықтай қарап ыржия күліп тұр. Алыңдар, екеуіңе байладым. Осы екі кекілікті деді. Енді ғана байқадық, тұзаққа түскені де осы екілік қана екен. Тарының қауызындай күрең қызыл көздерін үрейлене аударып төңкеріп бұлқынып қояды. Петька екеуміз қатарласа кеп отырғанбыз. Ойпырмай. Екі кекілік егіз туғандай бірдей екен. Тұмсықтары, тұяқтары бояп қойғандай шымқай қызыл, қара сұр қауырсындары біресе күлсінденіп, біресе жасылданып, біресе көгілдір тартып сан құбылып тұр. Тірі кекіліктің мұндай сұлу, мұндай сүйкімді екенін кім білген? Петька өз кекілігін, мен өз кекілігімді сылап-сипап, қуанышымызда шек жоқ.
Ей, осы сен сарыдан түбі мықты азамат шығады деп қойды. Содан соң өстіп көлбай кереңмен сөйлесе жүріп қоғалы бұлаққа қалай жеткенімізді де аңғармай қалыппыз. Анау кездегі қыдырман тойдық пен зибаш жөнін келгендегі маяның орындар да тықырланған екен. Қоғалы бұлаққа таяу біздің шошақтың бір жағасында қатарластыра салынған 3 мая болатын. Соның да біреуі бітіп, екіншісі орталана бастапты. Сол орталанған маяға кеп көлбай керең өгіздерін басын тіреді. Өгіз байқұстар шөптің қарасы көрінгеннен жүрістері ширап, алға қарай ентелей ұмтылып келе жатқан. Маяға жете бере жандармен пысылдатып, тұмсықтарымен кіріп кете жаздап тоқтады. Біз Петька екеуміз әрі қарай біздің шошаққа қарай өте бергенбіз. Шанасынан түскен көлбай керең тоқтай тұрыңдар дегенде ишара жасады. Одан соң үстіндегі қалың тонын шешіп тастап, желбегеленіп алды да: «Ей, Манар, сен өзің ақырындап шанаңа шөп тией бер», деді дауыстап. Одан бізге: «Сен екеуің бер жүріңдер», деп қолын бұлғап бұлақтың жоғарғы жағындағы қожыр-қожыр жартастарды меңзеді. «Анау араға кеше мен тұзақ құрып кеткем, соны барып көрелік», деп қорбаңдай басып алға түсті. «Егер де кекілік түссе, сендерге сыйға берем», деді. Біз Петька екеуміз сөзге келместен шанамызды әлгі араға тастай салдық та көлбай кереңнің соңынан ере жөнелдік. Бірде қатқақ, бірде ойдым қардың бетінде соқамен жыртқандай жалғыз аяқ салған жол жатыр. Бұл кеше тұзақ құруға барған көлбай кереңнің ізі екені көрініп тұр. Өзі сол ізімен алдымызға түсіп, аппақ кезден ұлтарған дәу қара пимасымен әлгі жолды жапыра тегістеп келеді. Бұйыртса бүгін кешкісін кекіліктің сорпасын ішіп, бір қарық болып қалыңдаршы, деп қояды бізге бұрыла сөйлеп. Кекіліктің сорпасы деген шіркін дәмді ғой. Осыны естігенде Петька екеумізден мүлде ес қалмады. Я, соғыс жылдары біздің ауылда кекілік аулауға үлкен кәсіп болды. Кекілікті қайда жайылып келетін, тұзақ құрып сорпа суын сонымен айыратын. Міне, осындай кекілік ұстағыш үлкендердің бірі осы көлбай керең еді. Мұның үйінде болып кекіліктің етін жеп сорпасын ішкен көрші көлемдердің балалары тамсана отырып әңгімелеген кездерінде сілекейіміз шұбыратын. Енді міне, сол кекілік аулағыш көлбай кереңнің өзі тұзақ құрған жеріне келіп сыйға беремін деп тұрса, қалай ес болсын. Тұзаққа түскен кекілікті бас салып өз қолыңмен ұстағаннан өткен не қызық. Петька екеуміз бір-бірімізге қарап жымыңдап қоямыз. Бұл бір тамаша күтпеген жағдай болды-ау. Көлбай керең молодец деп қоямыз. Көлбай керең өзін біздің мақтап келе жатқанымызды әрине естімейді. Сондықтан да ол бізге өзінше сөйлеп келеді. «Екеуіңнің жолдарың қандай болатынын қазір көреміз енді», дейді бізге бұрылып қойып. «Егер тұзаққа кекілік түссе, ауыздарының салымы бар болғаны. Түспесе, екеуің де қу табан аяқ-қу болғандарың», деп қояды. «Онда екеуіңді де қамшының астына аламын», деп бір күліп алды. «Вообще-то менің аузым салымды», деді Петька. Мен де өзімнің мұндай жолымның болғаштығын айттым. Қожыр-қожыр жартастардан күнге жағаққасын ерекше жайма шуақтанып бусанып жатыр екен. Бетімізге кәдімгі көктемнің жылы лебі ескендей болды. Жақындай бергенімізде жартастың етегіндегі сабан шашылған тұстан жыпырлаған кекіліктің біразы шықылықтап, жартастың қуыс-қуыстарына өрмелей қашып, біразы еңіске қарай пырылдасып ұшып азан-қазан болды. Сабанның үстінде далп-далп етіп қанаттарын сабалап, ұша алмай аласұрып қалған кекіліктер де көрінді. «Әне, түсіпті, ал жүгіріңдер», деді. Петька екеуміз тіпті ес қалған жоқ. Жолымыздағы тастар мен бұта бөргектерге қарамастан қабына жүгірдік. Мұндай қызықты кім көрген? Көз алдымызда тұзаққа түскен кекіліктердің жан ұшыра бұлқынғаны керемет еді. Тұзақты быт-шыт қып үзіп кетер ме екен деп
қашан жеткенше дегбіріміз қалмады. Қанатымен жер сабалап жатқан шеткі кекіліктің үстіне кеп бауырыма баса құладым да мыжып өлтіріп алмайын дегенмей қанатынан қыса ұстадым. Жан дәрменмен тыпырлап аласұрған кішкене құстың жұп-жұмсақ жып-жылы бауырына қолым тигенде дірілдеп кеттім. Жұмсақтығы сондай, қысып жіберсем өліп қалатындай көрінді. Сондықтан да бір қолыммен абайлап қана тұзаққа ілінген аяғын босата бастадым. Тыпырлаған кекілікті қыл тұзақтан босату да оңай емес екен. Тұзақтың ілгегі сәл босай бастаған кезде кекілік бұлқынып қалса болды, қайта түйіліп қалады. Ал тұзақ қайта түйілген кезде шырпыдай ғана жіңішке нәзік тұяғымен қиылып кете жаздайды. Байғұс-ау, шыдаңдаршы, мен сені босатып алғанымда отырғаным ғой, мынау буындарың қыл тұзаққа дейін, деймін жаным шығып. Оны кекілік ұқсын ба? Шиеленісіне түйілген тұзақты ақырындап босата бастағаным сол еді, тағы да бір бұлқынды. Тұзақ қайта түйіліп қалды. Қойшы, әйтеуір терлеп тепшіп отырып әзер дегенде босатып алдым-ау. Бұл кезде Петька да бір кекілікті босатып алып, қос қолдап бауырына қысып, есі шыға қуанып отыр екен. Көлбай керең болса біздің әрекетімізге қызықтай қарап ыржия күліп тұр. Алыңдар, екеуіңе байладым. Осы екі кекілікті деді. Енді ғана байқадық, тұзаққа түскенінде осы екілік қана екен. Тарының қауызындай күрең қызыл көздерін үрейлене аударып төңкеріп бұлқынып қояды. Петька екеуміз қатарласа кеп отырғанбыз. Ойпырмай. Екі кекілік егіз туғандай бірдей екен. Тұмсықтары, тұяқтары бояп қойғандай шымқай қызыл, қара сұр қауырсындары біресе күлсінденіп, біресе жасылданып, біресе көгілдір тартып сан құбылып тұр. Тірі кекіліктің мұндай сұлу, мұндай сүйкімді екенін кім білген? Петька өз кекілігін, мен өз кекілігімді сылап-сипап, қуанышымызда шек жоқ.